Сезім мен сырға толы өлеңдермен оқырман қауымын елең еткізіп, жырымен тербеп жүрген, һәм есімі республикаға танымал жергілікті ақын, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі Қызмет Нұралиннің осы үлкен азаматымыз, ағамыз, біреуге әке, біреуге аға, біреуге құрдас болған. Ішімнен ойым кетті, келешекте осы бір қолға алсақ, бір үшінші кітап шықса, өте керемет. Ұлы Отан соғысында қайтыс болған. Шешесі Дәмелінің қолында тәрбиеленіп, 1957 жылы Бөгетсай орта мектебін бітірген. Қызмет аға өз еркімен ауыл шаруашылығында жұмыс қылып, 1993 жылға дейін шопан, ірі қара бақташы болған. 40 жылға жуық уақыт бір мекенде өскен ауылы Бөгетсайда еңбек еткен. Өлеңді мектеп қабырғасында оқып жүрген кезінен бастап жазған. Халықтың рухани мұратына қызмет еткен ұлы тұлғалар аз емес. Данышпан қазақ халқы ақынға кенде болған жоқ. Поэзия әлеміне көз салсақ, қазақ халқының арман мұраты, шаттық. Ауылым менің ор бойында, Азия, Европа жол бойында. Келсеңдер Талдыбұлақ саяжай бар, шақытар шабыт беріп жүрді ойына. Жігіттері өскен менің ауылымнан, шет-шетінен қыран қабық батыр боп, кеудемізге ай-аялдап күн. Жанымызға берді жайсан жыр көрік, қыздары да өскен менің ауылымнан, шет-шетінен бұлбұл болып, гүл болып. Туған жаспаймын қамығып бір некем, бойымдағы қыздыра жалындырып, ешкімді де көрген жоқ жалындырып. Тақаса да таңырам тарлығына, барлығына жас. Күз деген не келіп тұр, дауылға беріп жеріп бір, қырларды ақтап құраумен, аспаннан сұр бұлт төніп тұр. Қоштасып жылдың қысымен, тұнжырып мүлгіп тұралап, күзгі бұлттар ішінен құс құда жүр сығалап. Биік өлшемі, ұлттық әдебиеттегі сезім мен сырға толы тамаша поэтик, дәстүр мен ақын шабытының астаса келіп, өлең құдіретінің жарқырап көрінер әсемдік әлемі. Міне, осындай әсемдік әлемінде табиғи талантымен танылған ақынның тағы бір өлеңдеріне келіп. Майданға кеткен мен адам жаппай, қойған жоқ қой сол жаққа алаңдатпай. Қара женің баласы аман келіп, бір тойғызды қарында қазан жаппай. Жыланғыш, құрмет десең атаны, береді ақ батаны. Үлкендерді сыйласа, болмайсың еш қапалы. Төрттік баға жақсы ғой, бірақ олда тапшы ғой. Құрмет десең ағаны, алт етпестік бағаны. Өнер қайраткерлеріне Құран бағыштап барған едім. Сол кезде туған жерінен өз туысынды іздегім келеді. Қуандық Шаңғытбаев қайда жатыр екен деп өз-өзіме сұрақ қойып қалдым. Құдайдың құдіреті шығар, алдымнан Қуандық Шаңғытбаевтың мазары шықты. Ініңіздің сәлемін әкелдім деп көзіндегі жастың сол кездегі бұрқ еткені бар. Дейсін-ау қайда барып оналыпты, рух кетіп әз бойынан бауырының ортада ақын жоқ тоналыпты. Жыл өтіп о дүниелік болған атам, үмітсіз Бөгетсайда қалған ботан, көтеріп әспеттеймін ақын ұлды дедің ғой. Сарансынау қайран отан, бір уақыт болған екен тірілетін, ұлылар тіріліп мұң өлетін, тауыппын өлеңдерін архивтерден, қабірде дене ғанау көмілетін. Айтыппын ұсынысты жан ағама, тұратын ақын едің мың бағаға, өтініш қылсам екен жүрегіммен, таралады әсем жүрегің далаға. Мінекей бауырың тұр қайта гүлдеп, халқыңды Бөгетсайда ойда жүрмек. Кеңсайға жерленбедің ауылың, Кеңсайға жерленбеді ауылы да, сұрасан жүрегім қайда жүрді. Талант иесінің туындылары оқырман тарапынан оң бағаға ие болды. Сөз кезегі ақын ағамыздың қызы Нұралина Айзада Қызмет қызына беріледі. Көп рахмет айтамын. Осы нені кешті ұйымдастырып атқан барлығы да ұнамды, барлығы да жағымды, балдар өте талапты, әуезімен оқып жатыр өлеңдерді. Өте жақсы, рахмет сендерге көп-көп. Алладан қайтсын. Мен мысалға
5-6 оқып жатқаннан деп жаңағы әкем де айтып жатыр ол өлеңді. Мен де негізінен 5-6 оқып жатқаннан поэзияға неге ұмтылған адаммын. 11 классқа шейін өзімнің жаңағы дәптерімнің, ручкамның ақшаларын таптым. Мақалалар жазып, ол уақытта гонорар төлейтін еді ғой ақша. Солай 11 классқа шейін таптым. Сол 11 класс оқып жүргенде жаңа жыл кешінде алло миссим талант дейді сол уақытта деген жаңағы сондайға қатысқанмын. Сосын маған айтты өз өлеңіңді оқы, сосын былай өлең оқы деп. Сосын ойымда ештеңе жоқ, өз өлеңімді оқыдым. Одан кейін былай тағы бір жаңағы газеттен үзінді оқығанмын. Онда былай басталады: бүгін әбден сыбалдым, орыс тілінен дыб алдым. Білмей қалып сақылды, ағай әбден бақылды деп басталады. Ар жағым есімде жоқ, тап осы жаңағы есімде қалған. Содан өтті барлығы, ешкім ештеңе деген жоқ, сонымен үн-түнсіз. Сосын содан кейін неге каникулға шығып кеттік деп ойлаймын енді, сол қысымшылық не. Сонда да жаңағы мақалаларды жаңағы не істеген, үзінділерді жаңағы әкем істеген шығар әйтеуір. Анау жазғандарын неден жіберіп тұрып, содан ең соңынан бәрін тапсырдық, жаңағы экзамен тапсырып жатыр. Содан өткіземіз, Құдай қаласа, келесі жылы 85 жылдығы деп жаңағы айтып отыр ғой. Сонда өткізуге тырысамыз белсеніп. Ол кісінің көп жинақтары көбінде музейден естелген, сол жақтан әкелді. Туған жерім менің тағдырым атты кітап көрмесін ұйымдастырып, біздегі қолымызда бар мағлұматтарды жинап, осы жерге кітап көрмесін ұйымдастырған болатынбыз оқушылар. Бұл кісілер ақынды, дарынды, жазушы, ақын бір келіп, кітапханаға кітап оқуларыңызға болады. Бұл кісімен танысуға болады. Қандай жақсы өлеңдері бар Бугуцай деген. Сіздерді оқуға шақырам.